Қар қалың жауған, ақ ұлпа жерді түгел басқан. Айнала мүңгіген тыныштықта тек жердің гуілі ғана естіледі. Қаланың шетінде тұрған екі радиостанцияның терезелерінде жарық жыпылықтайды. Бұл Болаттың соңғы түні. Ол 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеген осы ғимаратпен қоштасқалы отыр. Радио толқында түнгі хабарды жүргізуді өзіне қалдырған. Барлығы тараған. Тек ол қалған. Бөлменің іші жылы, бірақ ызғар бөлменің шетінде сезіледі. Ал терезенің ар жағында ештеңе көрінбейді. Ақ тұман аспан мен жердің арасын жағалап, айналаны түгел жұтып қойғандай. Болат әдетінше микрофонды тексеріп сигналды қосады. Сағат түнгі 12, эфир басталды. Ол баяу, салмақты дауыспен тыңдармандарына сәлем берді. Бұл оның ең соңғы хабары. Енді қайтып бұл микрофонның ар жағында отырмайды. Бірақ ішкі бір түйсік мұның рас болмауы мүмкін екенін сыбырлайды. Ол әр сөзін асықпай, салмақпен айтады. Хабардың ортасына таяғанда эфир желісі әлсіз шиқылдаған үн шығара бастайды. Болат таңырқап техниканы тексереді. Бәрі дұрыс, бірақ әлгі шиқыл бәсеңдегенімен жоғалып кетпейді. Ол дауысын сәл көтеріп жалғастыра береді. Бірақ енді тыңдармандарынан хат келмейді. Телефон да үнсіз. Әдетте осы уақытта хабарлама болып тұратын. Ол бұл жолы ешкімнің жазбағанын түсіне алмай, сәл кідіріп қалады. Дәл сол сәтте радио толқындарынан әлдебір күбір естіледі. Болат құлаққапты жөндей түсіп, дыбыс көзіне назар аударады. Әлгі күбір орыс тіліндегі ескі дауысқа ұқсайды. Анық емес, бірақ біреудің не уходи дегенін айта бастағанын сезеді. Десі тітіркеніп кетеді. Ол дыбысты жазуға қосады. Қайтадан таңдайды. Дәл сол дауыс еске сызылып шыққан үн. Болат оны өшіруге тырысады, бірақ дыбыс қозғалмайды. Тек қана оның артынан басқа дыбыстар естіліп, көп дауысты қорға айналады. Бәрі бір-біріне жабысып, бір ескі кетерлік уілге айналады. Болат құлаққапты лақтырып жібереді. Бөлме тып-тыныш, бәрі қалыпты секілді. Бірақ ол өзінің терісінің астында қозғалысты сезеді. Терісі шымырлап, денесі терлеп кеткен. Терезеге қараса сыртта адам бейнесі тұрғандай болады, бірақ тым болғыр, қозғалыссыз. Бірақ жақындаған сайын бейне алыстай түседі. Орнына оралып микрофонды өшіруге тырысады, бірақ тетіктер істемей қалған. Хабар өздігінен жалғасуда. Енді эфирде өз дауысы емес, әлгі бейтаныс үн сөйлеп отыр. Ол қорқынышын жұтып, бағанағы ескі аудиожазбаны тыңдай бастайды. Ішінен өзінің бұрынғы дауысын естиді. Бірақ сөздері түсініксіз, аударылған, бұрмаланған, сөнімдер мағынасыз. Бірақ бір сөнім қайталана береді. Сен қайтпадың. Болат есеңгіреп өткенде үңіле бастайды. Дәл осы бөлмеде бұрын әріптесі Талғат жұмыс істеген. 15 жыл бұрын жоғалып кеткен. Ешкім таппаған. Сол түні, дәл осы уақытта, дәл осы хабарды жүргізіп отырған кезде, енді есіне түсті. Сол түнде Болат Талғаттың орнына келіп, өз кезегін ертерек бастаған. Бірақ Талғат содан бері табылмаған. Болат орнынан атып тұрып, сервер бөліміне жүгіріп кіреді. Компьютердің артқы жағындағы ескі магнитті таспалар бар еді. Солардың арасынан бірін суырып алады. Жапсырмада тек бір ғана дата жазылған. 17.02.2015 жыл. Бұл Талғат жоғалған күн. Ол таспаны ойнатқышқа салып тыңдай бастайды. Әлгі шиқыл, сосын күбір, содан кейін бірден дауыспен сен менің орнымды алдың деген сөз бірнеше мәрте қайталанады. Болаттың денесі мұздап кетеді. Ол таспаны жұлып алады. Бірақ шиқыл енді бөлменің ішінен естіледі. Техниканың ішінен емес, қабырғадан, төбеден, еден астынан, барлық жерден. Дауыс шабыла түсіп кеңістікті толтырып жатыр. Ол бөлмеден атып шығады. Бірақ дәліз қап-қараңғы. Жарық сөнген, ал есік ашылмайды. Болат есікті ұрып шығуға тырысады, бірақ есік ішіне қарай шегініп кеткен. Бөлме үлкейіп кеткендей. Кеңістік ішіне сіңіп бара жатқандай. Әлде біреу арт жағынан жүгіріп өткенін сезеді, бірақ қараса ешкім жоқ. Еден сықырлайды, сосын радио дауысы қайта қосылады. Ол эфирге қайта қосылып кеткен. Бірақ бұл жолы ол жерде өз бейнесін көрмейді. Мониторда тікелей трансляция жүріп жатыр. Бірақ студияда ешкім жоқ. Камера бұрыштан түсіріп тұр, ал студия бос, бірақ дауыстар шығып тұр. Бір емес, бірінші дауыс. Өздігінен ауысып, өз атын атап жатыр. Болат артына бұрылғанда студия дәл сондай болып өзгеріп кеткенін көреді. Өзінің отыратын орны, микрофон, үстел, бәрі басқа жерде. Ал өзі бір мүлде бөтен бұрышта тұр. Дыбыстар күшейе береді. Ол құлағын басады, бірақ дауыстар миының ішіне кіріп жатқандай. Ол тізерлеп отырады. Терезенің ар жағында әлдебір сәуле жылтырайды. Ал оның астында бір бейне тұр, Талғат, дәл өзі. Бірақ көзі жоқ, көлеңке сияқты. Ол Болатқа қарап тұр, аузы ашылып, бір нәрсе айтып жатыр. Бірақ еш дыбыс жоқ. Тек тербеліс. Сол тербеліспен бірге станцияның еденіне қозғала бастайды. Болат тұра алмай, жерге жабысып қалады. Жарық жанып сөнеді. Кейін бөлме кенеттен тұнжырғандай болады. Бәрі сап болып тоқтайды.
Болат көзін ашады. Қайтадан студияда отыр. Бәрі өз орнында. Түнгі хабар жүріп жатыр. Эфирде өз даусы. Бәрі қалыпты, ештеңе болмағандай. Ол терезеге қарайды. Сыртта күн шығып келеді. Бірақ ішкі сезімге сенбейді. Микрофонға еңкейіп сөйлейді. Дауысын естиді. Бірақ бұл оның сөзі емес. Енді эфирден өз атын басқа біреу айтып тұр. Болат бүгін оралмайды. Дыбыс сыбырлап шыққанымен микрофонда анық естіледі. Ал Болат орнынан тұра алмайды. Денесі қозғалыссыз, өздері ғана қозғалады. Ол тұрып кетуге тырысады, бірақ сәтсіз. Айнала қайта бұрмалана бастайды. Уақыт тоқтап қалғандай. Ал терезенің ар жағында радио мұнарасының көлеңкесі енді адам бейнесінде айнала бастайды.